Кірерге тесік таппай жүріңіз. Сәкен Майғазиев өзін қарғаған әйелге жауап берді. Аузын ашса, ақша сұрайды. Сәкен Майғазиев әншілерге көңілі толмай жүрген оқырманының хатын жариялады. Автор сахна жұлдыздары фонограммамен ән айтқанына қыруар қаржы алатынын, әншілердің қоғамға еш қажеті жоқ екенін жазған. Әдетте мұндайды елемейтін Майғазиев бұл жолы өзін қарғаған әйелге жауап берді. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Әнші таспен ұрғанды, аспен ұрдың керін келтіріп, жазба авторына мәдениетті түрде ақ тілегін жолдады. Сіздің де әулетіңіз әнге құмар болып, шаңырақтарыңыз шаттыққа толып, сіз де дүниеге иманды, өнерлі, әнші бала әкеліңіз. Сол әнші ұлыңыз қазақ халқының құрметіне қарық болсын. Сол әнші балаңыз қазақ деген дарынды халықтың әсемде, әуезді әндерін әлемге паш етсін. Сол әнші балаңыз әлемді әнімен әлдилеп қана қоймай, отбасына, туған туыстарына қамқор болсын. Сол әнші балаңыз сізге үй салып беріп, аяқ қолыңызды жылы суға малып отыратын жағдайға жеткізіп, сізді қажылыққа апарсын. Сол әнші балаңыз ағайындарының несиесін төлеп, қарыздардан, қиындықтардан құтқаратын қайырымды жан болсын. Сол әнші балаңыз мейірімді болып, мұқтаж жандарға қол ұшын соза алатындай дәулетті болсын. Бәленше түгеншенің анасы ғой деп, сізді алқалы жұрт алақанына салып жүрсін. Сөйтіп бірнеше жылдан кейін әншілердің біздің бетімізге қарай алмай, балаңыз әнші болып, кірерге тесік таппай жүріңіз, әумин, деп тілек білдірді Музарттың солисі. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Естіп отырсыздар, жаңа оқып бердім. Сәкен Майғазиевтің оқырман сынына берген жауабы нағыз сабыр мен парасаттың үлгісін көрсетіп отырғандай. Әдетте мұндай сөздерге ашуланып, қарсы шабуылдайтындар көп. Какой привет, такой ответ деген сөзді жаттабағандар көп қой енді. Бірақ Сәкен аға таспен ұрғанды аспен ұрған сияқты, керісінше ақ тілекпен жауап берген екен. Бұл меніңше нағыз мәдениетті, үлкен жүректі адамның әрекеті. Жалпы өзім Музарт тобының барлық жігіттеріне ризамын. Аға болады ғой олар бізге. Қаншама жылдан бері сахнада жүр білесіздер. Өздерінің үлгісімен, өнегесімен бізге үлгі көрсетіп жүр. Аузын ашса ақша сұрайды деген сын көпшілікке тән пікір болуы мүмкін. Олай жазатындар да аз емес. Бірақ ол барлық әншіге бірдей қаралау емес. Осын ұмытпаған жақсы. Ән көңілдің емшісі, жүректің тілі. Әншілер халықты қуантатын, қайғысы мен қуанышын бөлісетін рухани тірек. Біз оларды сахнада ғана емес, тойда, қайырымдылық шараларда, тіпті қаралы күндерде де көріп жүрміз. Көріп жүрміз ғой, дұрыс па? Сәкен ағаның бір әншінің әнін естіп жүрегі тоқтап қалыпты дегенді естімеппін деген сөзі орынды, құрметті көрермендер. Әзілмен жеткізілген болса да шындық. Керісінше қанша адам ән тыңдап, рухтанып, сағынышын басып, өткенін еске алып жатады. Ән тыңдамайтын адам жоқ шығар. Болса да мүмкін аз ондай адамдар, Қоғамда сын айту оңай, ал көтеру қиын. Бірақ Сәкендей мәдениетті, сабырлы жандар көбейсе, руханияттың да, өнердің де қадірі артады. Қазақта білесіздер, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын деген тәмсіл бар. Ендеше осындай сөзге сабырмен жауап берген Майғазиевке риза болмасқа болмайды деп санаймын өз басым.